жағат біресе ана мана сен сондай нелерді жағат, сонда да қоймады бұл. Қоймағаннан кейін осыны ішкеннен кейін барып жақсы болдым ғой. Осыны ішкеннен кейін мына жаңа Шарипа айтқандай мынаны қосып іштім. Қосып ішкеннен кейін барып тез жазылдым. Аяғымның ауырғанда тез кетті. Онан кейін мына нешен жылға қайдағы бір сынып кеткен ұсақ түйек сынықтарға барып тиісті. Ой, мынау қайтадан ауырып қапты ғой, мына жерім жақсы болып қалып еді, енді тағы ауыртты ғой десем, ол клетканы жаңартады екен ғой. Осы кішкене ауыртып барып, өзі клетканы жаңартады екен. Менің мына 20 жыл сиыр сауған кезде аяғымды сиырда басқан, сынған, ақырын басамай жүрген. Соған келіп тиісті ғой. Тиісіп ана сынған, ұсақ түйек сынғандарға барып тиісіп, кәдімгідей аяғым қайтадан басым. Ой, мына аяғыма не болды, тағы шығарып алдым ба, сындырып алдым ба деп бүйтіп қарап қойсам, жоқ, ол ана бұрынғы сынғандарға тиісіп жатыр. Гүл сыйлап жатыр ғой. Ау. Иә. Маған гүл сыйлап жатыр дейін. Сонан кейін аяғым 2-3 күн қатты ауырып жүрді да, қайтадан орнына кеп қалды. Соған қуанып жатырмын. Енді ана жерімді жазып жатыр. Енді мына жерімді жазып жатыр. Бір күндерде есіктің алдындағы жүзім жерде құлап жатыр екен. Балалар, ай, ананы көтеріп байлап қойсаңдаршы десем, ешқайсы тіл алмады. Сонан өзім бір кожолды қоя салдым да, ақырын шығып байлап жатыр едім. Әлгі кожолдан құлап, асты семент қой енді есіктің алды. Сол сементке құлап, мына көздің мына шаригі, мына аяғым бүтін. Мына шарик не көрдіңіз бе? Мына бүтін жоқ. Мына жерде сынған мынау неткен сол жерде жығылып сындырған. Соған тиісті. Келіп осыған тиісті. Бір күн чанчыды, 2 күн чанчыды, ауырып жүр. Мына жерім бүйтіп қоям, ұстап қоям. Мынау немене мені қайтадан ауыртып жатыр ғой деп нетіп қоям. Сөйтсе анау өтіп кеткен сынықтарға өзі тиіседі екен. Бір кішкене тиісіп, ана клеткаларын жаңалайды екен. Содан барып, міне, әзір ауырмайды, бірақ енді сынығы тұр орнында. Ауырмайды қанша басып жатсам да. Өстіп, шетінен денсаулықты түзеп жатыр. Асқазанның арқама қадалып тұрып, бір тошқы болып ауырады ғой. Ана асқазан ауырады ғой. Сонда арқама қадалатын жаңағы ауырған жері, беп-белгілі, гастрит. Соны жазды. Мінекей, мына қыжылдақты жазды. Мына буынымызды ауырады. Мұны жазды. Неге өстіп 6 жаста бала қылықтары қиын дейді таныс кісінің баласы. 6 жаста қандай ол? Сұрақ қойып жатыр да біреу. 6 жаста бала қылықтары қиын дейді. Енді ол білмеймін уже. Депрессивный состояниеға түскен бала ол. Депрессия бар да балада. Сол ғой. Эффектив. Сол ана жаңа грейксті берсеңіз жақсы болады. Аутизм ғой. Аутизм сол жаңағы